Сәлем баршаңызға, осы сәнді әдемі кардиганды бірге тоқып үйренеміз. Мен қазір кардиганның негізгі бөлігі квадратиктерді тоқитын боламыз. Ол үшін бізге 4 түрлі түсті жіп керек болады. Енді осы түсті жіптерден тоқыдым. Ярнар джинс жібі 50 грамм, 160 метр. 55% мақта, 45% акрил, полиакрил. Ал бастаймыз. Осы 4 түсті таңдап түстен тоқимыз. Аламыз. Енді ауада 5 ілмек іліп аламыз. 2, 3, 4, 5. Бізбен 5-ші ілмегімізді қосып аламыз. Енді ілмегімізге жібімізді ораймыз. 16 столбик накида іліп шығамыз. Ол үшін бірінші ілмегімізге жібімізді іліп аламыз. Қосып алдық қой, соның арасынан өткіземіз. Осының арасынан өткіземіз. Жібімізді ілеміз, өткіземіз. Содан соң ілмекке тағы да жібімізді іліп аламыз. 2 жіпті өткіземіз. Бұл столбик накидан болады. Жібімізді осы екеуінен өткіземіз. Ілмекке жіпті қайтадан ораймыз. Қалған 2 жібімізді өткіземіз. Дәл осылай 16 ілмек іліп шығамыз. Бірінші ілмегіміз дайын. Бірінші столбик накидіміз дайын. Бірінші накид. Енді екінші накидті тоқимыз. Тағы да ілмекке жібімізді іліп аламыз. Өткіземіз арасынан. Осылай жібімізді ілмекке іліп алып, тағы да өткіземіз. Ілмекке жібімізді ілеміз. 2 жіптен ілмекті өткіземіз. Жаңағы жіпті өткіземіз. Тағы да ілмекке жібімізді орап, осы қалған 2 жіптің арасынан өткіземіз. Бізде 2 накидіміз дайын болды. Енді 3-ші накидімізді тоқимыз. Дәл осылай. Керек. 4-ші ілмекті іліп жатырмыз. 5-ші ілмек. Сегізінші, 9-шы, 11-шы, 12-шы, 15, 16-шы накидіміз дайын болды. Енді біріншімен соңғы алып алған накидтарды қосып аламыз. Осылай өткіземіз де, осылай қосып аламыз. Бірінші қатарымыз аяқталды. Жібімізді үзіп аламыз. Енді басқа түспен тоқитын боламыз. Енді
бекітіп қоямыз. Сонда андай сөгіліп кетпейтін болады. Арасынан осылай өткізіп жібереміз. Жіптердің, накидтардың арасынан осылай іліп алып өткізіп жіберсек, сонда сөгілмей тұрады. Өткізіп жіберсек болады. Немесе тоқып жатқан кезде арасымен бірге білдіртпей тоқып жіберуге де болады. Енді сары түсті қосамыз. Болмай жатырмын. Енді қосып аламыз. Тоқып жатқан кезде білдіртпей қосып жібереміз. Ауада 3 ilmek іліп алдық. Ilmekке жібімізді ораймыз. Осы алған жерімізден екінші рет осы ilmегімізді кіргіземіз, жібімізді ілеміз. Екі жіптен жібімізді шығарамыз. Жібімізді ілеміз, қалған екі жіптен шығарамыз. Ауада бір ilmek ілеміз. Тағы да ilmekке жібімізді орап, екінші накид алып алған екінші накидтен, мына жерде анық көрінбей жатыр, ақ түс болған соң, екінші накидтен дәл солай аламыз. Ilmekті жіптен өткізіп аламыз, накидтен өткізіп аламыз. Осылай. Ilmekке жібімізді ораймыз, екі жіптен шығарамыз. Іліп аламыз. Тағы да осы накидтің арасынан өткіземіз. Ilmekке жібімізді ораймыз. Іліп аламыз. Екі жіптің арасынан өткіземіз. Тағы да осы жерде аяқталады. Мына жерде үшеу болды енді. Осы үшеуінен іліп алған жібімізді өткіземіз. Ауада ілеміз. Тағы да. Одан соң үшінші накидтен дәл солай жаңағыдай іліп аламыз. Жібімізді орап аламыз. Арасынан өткіземіз. Ilmekке жібімізді ораймыз. Арасынан өткіземіз накидіміздің. Ilmekке жібімізді ораймыз. Екі жіптің арасынан өткіземіз. Ilmekке жібімізді ораймыз. Тағы да накидтің арасынан өткіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Осы екі жіптен іліп аламыз жіпті. Солай екі жіптен өткіземіз. Үш жіп болды. Енді қалған жібімізді іліп алып, қалған үш жіптен өткізетін боламыз. Дәл солай төртінші ilmектен іліп аламыз. Ilmegімізді төртінші накидтен өткіземіз. Төртінші накидімізден өткіземіз. Жібімізді орап аламыз. Жібімізді орап алып, екі жіптің арасынан өткіземіз. Тағы да жібімізді орап алып, төртінші накид және накидтің арасынан өткіземіз. Жібімізді орап аламыз. Екі жіптің арасынан өткіземіз. Дәл солай. Жібімізді іліп алып, қалған үш жіптің арасынан өткіземіз. Ауада іліп аламыз. Жібімізді орап аламыз. Енді бесінші накидті солай алуымыз керек. Бесінші накидтен осылай іліп аламыз. Қалған жібімізді шығарамыз. Ilmekке жібімізді ораймыз. Тағы да накидтің арасынан өткіземіз. Жібімізді ilmekке ілеміз. Ораймыз ilmekке жібімізді. Содан соң екі жіптің арасынан шығарамыз. Тағы да жібімізді ораймыз. Қалған үш жіптің арасынан шығаратын боламыз. Ауада бір рет іліп аламыз. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқимыз. Осы әдіспен
шығу керек. Санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 шығыпты. Бірінші накидпен екінші накидіміздің, бірінші накид пен соңғы 16-шы накидімізді қосып алатын боламыз. Бұл жерде де екінші қатар аяқталды. Жібімізді кесіп аламыз. Өткізіп жібереміз накидтерімізден байқатпай. Кейін артықша жіптерді кесетін боламыз. Осылай, екінші қатар дайын болды. Енді үшінші қатарда осы жіппен тоқитын боламыз. Төртінші жіпті осы малиновый цветпен тоқимыз. Енді үшінші қатарды тоқуға кірісеміз. Үшінші қатарды осы түспен тоқимыз. Үш ілмек. Оқып жіберсек болады. Бұл жерде попкорн әдісі қолданылады. Ауада, жібімізге осы ауада үш ілмек бір накид ретінде есептеледі. Ауада ілмекке жібімізді орап аламыз. Жаңа ауада іліп алған бір ілмектің арасынан жібімізді өткіземіз. Ілмекке жібімізді орап аламыз. Ілмекке жібімізді осылай орап аламыз. Тағы да осы жерден шығарамыз. Жібімізді іліп алып, ілмекке жібімізді орап, екі жіптің арасынан өткіземіз. Үш жіп пайда болды. Енді ілмекке жібімізді орап аламыз. Тағы да өткіземіз накидтеріміздің арасынан. Ілмекке жібімізді орап аламыз. Екі жіптің арасынан өткіземіз. Бізде 4 жіп пайда болды. 4 ілмекке жібімізді орап, осы 4 жіптің арасынан өткіземіз. Бұл попкорн әдісі. Ауада енді 2 ілмек іліп аламыз. Жаңа бір ілмек ілгеннен кейін енді 2 ілмек. Осы жерден өткізетін боламыз. 2 ілмек іліп алған жерден. Ілмекке жібімізді орап аламыз. Мына жерде өткіземіз. Жаңа ауада іліп алған бір ілмектің, осы екі накидтердің арасынан өткіземіз ғой. Екі накидтеріміздің арасынан жібімізді іліп өткізіп аламыз. Ілмекке жібімізді ораймыз. Екі жіптің арасынан өткіземіз. Ілмекке жібімізді ораймыз. Өткіземіз. Тағы да екі жіптің арасынан өткізіп аламыз. Ілмекке жібімізді ораймыз. Тағы да накидтеріміздің арасынан өткізіп аламыз. Ілмекке жібімізді орап, шығарамыз. Ілмекке жібімізді орап, екі жіптің арасынан өткіземіз. Ілмекке жібімізді ораймыз. Қалған 4 жіптің арасынан өткізетін боламыз. Осылай попкорн әдісі пайда болды. Попкорн сияқты. Ауада 2 рет іліп аламыз. Дәл солай. Соңғы накидімізді осылай қосып аламыз. Бұл жерде де жібімізді үзіп аламыз. Қатарымыз аяқталды. Енді осы түспен тоқитын боламыз. Осылай бекітіп аламыз, арасынан өткізіп жібереміз. Соң аяқталған соң байқатпай осы жіптерді білдірмей арасына бекітіп, артықша жіптерді кесіп алатын боламыз.
біз 4-ші қатарға келдік. Малина түсті жіпті қолданатын боламыз. Ол үшін ілмекке жібімізді орап аламыз. Тағы да дәл жаңағыдай ауада 3 ілмегілеміз. Араларына тоқып жіберсек болады. Ілмекке жібімізді іліп алып, қалған 2 жіптен өткізетін боламыз. Тағы да ілмекке жібімізді орап, арасынан өткіземіз. Ілмекке жібімізді орап, 2 жіптің арасынан өткіземіз. Ілмекке жібімізді орап, қалған 2 жіптің арасынан өткізетін боламыз. Әр бірінші және екінші накидтеріміздің арасынан ауада іліп алдық, жаңа 2 рет. Сол жерден, осы араларынан 3 столбик накида тоқитын боламыз. Әр үшінші, қателесіп кеттім. Бірінші, екінші, үшінші накидтердің арасынан 3 столбик накида әдісімен тоқитын боламыз. Әр 3 столбик накида алатын боламыз. Ал осы 4-ші накидтердің арасына келгенде әр қайсынан 5 столбик накида алатын боламыз. Қазір көрсетемін. Бұл жерде екінші накидтердің арасынан 3 столбик накида аламыз. Ол үшін ауада ілмекке жібімізді орап аламыз. Накидтің арасынан өткіземіз. Ілмекке жібімізді орап шығарамыз. 2 ілмектен шығарамыз. Тағы қалған 2 жіптің арасынан шығарамыз. Әр 4-ші накидтің арасынан квадратик шығу керек бізде. Сол үшін әр 4-ші накидтен бұрышты шығаруымыз керек. Ол үшін біз 6 ілмек іліп алуымыз керек. 6 накид алуымыз керек болады. Әр 4-ші ұяшықтардың әр 4-ші накидтердің арасынан, осы попкорн әдісімен ілдік қой. Соларды әр 4-шісін дәл қазір көрсететін боламын, дәл сол әдіспен тоқитын боламыз. Квадратик әдемі шығады. Ол үшін ілмегімізді накидтің арасынан өткізіп, ілмекке іліп алған жібімізді 2 жіптің арасынан шығарамыз. Тағы да ілмегімізді іліп 2 жіптің арасынан шығарамыз. Бұл бірінші накидіміз. Енді 2-ші накидті тоқитын боламыз. Енді 3-ші накидті тоқыдық. Енді ауада 3 ілмек ілеміз. Іліп алып, ауада 3 ілмек ілдік. Енді тағы да 3 накид осы накидтің арасынан тоқимыз. Сонда 4×3 квадратик әдем шығады. Шығып келе жатыр. Енді тағы да 3 накидтің арасынан әр қайсынан 3 столбик накида әр қайсынан осылай алатын боламыз. Осы гүл сияқты шығады, әдемі гүлдің күлтелері сияқты. 3 столбик накида аламыз. Осылай, міне. Дәл солай 2-ші столбик. Дәл жаңағыдай көбейтуіміз керек болады. Квадратик шығарымыз керек болады. Сол үшін осы әдісті қайталаймыз. 3 столбик іліп аламыз.
ауада үш рет ілеміз. Дәл солай. Тағы да 3 столбик накида аламыз. Тағы да 3. Әрқайсысынан 3 столбик накида алып шығамыз. Тағы да квадратикті шығаратын боламыз кейінгі 3-ші бұрышын шығарамыз. 3 столбик әрқайсы 3 накидтің арасынан тоқып алған соң бұрышын шығарамыз. Дайын болды. 3-ші. Бұрышымыз шығарамыз. Аламыз. Ауада 3 рет ілеміз. Яғни осы ауада 3 рет ілгеніміз бұрыш шығады ғой. Тағы да 3 столбик накида іліп аламыз. Үш столбик іліп аламыз. 3 накидтің арасынан 3 столбик накида іліп шығамыз. Бұл жерде уже 4-ші бұрышымыз шығады. Квадратымыз дайын болады сонымен. Накидті тоқып болдық. Енді 4-ші бұрышымыз шығарамыз. 3 накид іліп аламыз. Ілеміз. Тағы да 3 накид ілеміз. Сонда 4-ші бұрышымыз пайда болады. Болды. Алдыра накида әдісімен қатар осы квадратикті айналдыра тоқып шығамыз. Дәл осылай. Әрқайсысы пайда болғаннан накидтер, әрқайсысы пайда болған осы өрімдерден столбик без накида іліп шығамыз. Өрімдердің арасынан өткізіп. Көбейтуіміз керек болады, ал қалған жері өзгеріссіз болады. Без накида іліп шығамыз. Келгенде, мына жерден өткіземіз. Бұрышқа келгенде 3 рет іліп аламыз. 3 без накида. Столбик без накида іліп алуымыз керек. Дәл осылай. Бұрыштан бөлек осылай өрімдердің арасынан столбик без накида іліп шығамыз. Бұрышқа келгенде 3 столбик накида алуымыз керек. Сонда бұрышы әдемі көрінеді, дұрыс шығады. Осы қатарды осылай аяқтаймыз. Осы қатар дәл осылай аяқталады. Содан кейін тағы да осындай дәл осылай осы жерге келгенде 3 рет іліп аласыздар. Дәл осылай столбик без накида екінші қатарды іліп шығу керек болады. Сонымен квадратик дайын болады. Дәл осы әдіспен екінші қатарды іліп шығасыздар. 2 қатар столбик без накида, сонымен квадратик дайын болады. Біз квадратикті мен 70 квадратикті оқыдым. Сіздер жіптеріңіздің көлемі үлкен болатын болса, одан аз тоқуларыңыз мүмкін. Қалауларыңызша тоқып алыңыздар.